Чемпиондар лигасы, топтық кезең, 3-ші тур. Нендей рекордтар тіркел, нендей тосын сыйлар бар. Кеттік. Ман Сити білген істеді. Біледі ғой енді. Нені? Бір матчта 5 немесе одан көбірек гол соғуда. Әрине, бапкері Пеп Гвардиола. Гвардиола клубтары Элчеда 19 рет 5+ гол соққан. Ал жалпы Сити Пеп қоласында 40-ші мәрте бір матчта 5+ гол соғуда. Қоя алмаймын мен. Далаға барсам да қоя алмаймын. Ливерпульде барлық турнирлерде 9 матчта 2-ден артық гол соғып келеді. Және сол 9 матчта қатарынан гол соққан Мохамед Салах. Ливерпуль тарихындағы алғашқы ойыншы. Және Элчеда Ливерпуль үшін ең көп гол соққан ойыншы. 31. Менің атым Меңдіғараева Гүлмира. Гризман Ла Лигада үнсіз болса да Элчеда 3 матч 3 гол. Алло, Барселона. Антуан кеше 2 гол соқты. Алаңнан да қуылды. Короче, хет-трик. Көрмеген жоқ. Көре берсін. Көре көсем болады. Лионель Месси Элчеда 34-ші мәрте дубль жасап отыр. Ал ПСЖ үшін алғашқы дублі. Элчеда 3 матч 3 гол. Лига 1-де 3 матч 0 гол. Мессидің Элчедағы 120-ші голы. Одан көбірек гол соққан тек Роналду. Алда айтамыз. Месси мансабында 1 жыл ішінде 40 голда 12-ші рет соғып отыр. Одан бөлек Лейпциг Мессидің Элчеда гол соққан 37-ші командасы. Роналдумен теңесіп, жарайды, ол жайында алда айтамыз. PSG Лейпцигті 3-2 есебімен жеңді. Мбаппеде 4-ші гол соғуға мүмкіндік болды. Бірақ пенальти ол үшін Элерті сияқты. Орындалу қиын. 2884 күн. Осыншама уақыт бойы Милан Чемпиондар лигасында жеңілмей келе жатыр. Портудан минималды есеппен жеңілді. Златан бұл турнирге 2017 жылдан бері енді оралып отыр. 40 жас 16 күн жас мөлшерінде. Кеше баста тепті. Жоқ, мен тұтынбадым. Златанды айтам. Тікелей мағынада. Аякс аяқ алысы тамаша. BVB олардан 4 гол өткізді. Бундеслигадағы 49 матчта 49 гол соққан Холланднан бұл матчта қайран болмады. Себастьян Алле Элчеда 3 матч 6 гол 2 ассист. Бомбардир Барса Элчеда соңғы 6 матчта алғаш рет жеңді. Осыған дейін 4 жеңіліс, 1 тең ойын. Бұл серияға нүкте қойған Жерар Пике. Ла Лигада да Барсаның алғашқы голының авторы. Элчеда да. Пике Элчеда ең көп гол соққан қорғаушы. Рамсты басып озды. Бұл рекордты Роберто Карлоспен бөлісіп тұр. Еншілерінде 16 голдан. Криштиану Роналду Эми үшін 300-ші матчын өткізді. Және Элчеда ең көп матч өткізген ойыншы атанды. 187-ші кездесуі. Икер Касильясты артқа тастады. Ал құлап бара жатқан Сульшерді арқасына ұстады. Эми үшін Элчедаға 3 матчта 3 гол соқты. Ал жалпы Элчедаға 137-ші голы. Аталанта Элчеда Роналду гол соққан 38-ші команда. Өзін қуып жеткен Мессиді қайта артқа тастады. Реал Шахтерді ойсыратты. Даже осыртты. Реал үшін 570-ші матчында Бензема 290-ші голын соқты. Осы маусымда ол 11 матчта 11 гол. Одан бөлек Винисиус дубль плюс ассист. Және Родриго мен Кривцовтың автоголы. Челси аямат. Мальмөні 4-0 етті. Басты айта кетерлік жайт. Андреас Кристенсеннің Челси үшін дебюттік голы. Ол үшін оған 137 матч қажет болыпты. Байерн Хаб, монстрлар в деле. 69 минут. Бенфика Бавария 0-0. 84 минут 0-4. Жексенбі күні Байерге 8 минутта 4 гол соқты. Енді міне, Бенфикаға қарсы 13 минутта 4 гол. Мюнхендік қаншерлер. Саны Элчеда 3 матч, 3 гол, 3 ассист. 3-тің өзі күш. 1, 2, 3, mother. Үшінші тур аяқталды. Қысқаша қорытындысы осылай. Айтулы жайттарды тілге тиек еттік. Басқа не қалды айтылмаған? Оны пікірге жаза кет. Келесі кездескенше. Сау. Decimos no al racismo. Nee tegen racisme. Non au racisme. Dizemos não ao racismo. Zloba nasiba tamına glek. Так, болды. Қалай нормально шықты ма? Бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін көзгелер бұл битпен сөз берем ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп кел бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін көзгелер бұл битпен сөз берем